білдіруші сезім. Құрметті әже, папа, мама, аға, жаңа жылдарыңызбен құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өздеріңізді күтіп ұстаңыздар. Әке, ата, мама, әжем, айым, аға, Мирас ағай, жеңге, Айзере, сіздерге бар жақсылықты тілеймін жаңа жылдарыңызбен. Жарылқасын Отарбай орта мектебінің 2-ші А сынып оқушысы Тілектес сезім және Тілектес Райана. Абай атамыздың қыс өлеңі. Ақ киімді денелі, ақ сақалы, шоқы-моқы танмас, тілі заңды. Үсті басы ақлау, түсі суық, басқан елі сықлап, келіп қалды. Демалшы үш күнік, аяз бен қау, қанағыда қыз келіп әлек салды. Шпалайын киянырды, аяз бенен қызанып, азанады. Ұтай қасы жауып екі өзен, басы кесіп қау жаныма жаналды. Бұлар емен сатудан ғада, алтын әледі ағуда, ише қыл. Әуес көркіп жүгірген жас балалар, беті қолын домығып, үсік шалды. Жидем мен тоң қабаттап киген малшы, бет қаратпай шыдай алмай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас, қайран жылғы, титығын қыруына азап қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорғылма икем алды. Сонға малды жайып күзетіңдер, жиғол түрмес қайрат қыл, бос қамалды. Ит жегенше Қондыбай қана жесін, құр жібермей ант тұрған кәрі шалды. Құрметті апа, ата, мама, папа, әпке, інім, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Бала-шағалардың қызығын көріңіз, ауырмаңыздар. Тілек білдіруші. Қыстың күні көңілді, қараңдаршы далаға, дала әппақ ақшақар, тал мен үйлер қалада жамылыпты ақ шаттыр. Бізде жылдан киініп, атып шықтық аулаға, ақ қар қапты үйіліп, ақ мамықтан аумаған, әппақ қала, ақ қала, аспан әппақ жылтырмыз, бір аулада топ бала тамашалап жатырмыз. Өрмекші құмысқа қарлығаш, атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып баласынан сұрайды. Ана өрмекшіні көремісің, не істеп жүр? Көремін, өрмек тоқып жүр. Ана құмырсқаны көремісің? Көремін, аузында нанның уағы бар, жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе тістеген шөбі бар. Сонда атасы былай деді: олай болса, ол кішкен жәндіктер саған үлгі өнерге. Өрмекші шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етеді. Құмырсқа бала-шағаларына тамақ іздеп бір нанның уағын тапқан соң өзі жемей аузына тістеп қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш бала пандарына істеуге шөп жинап жүр. Жүрген бір жоқ, сені де Ай тағала бос жүруге жаратпаған, жұмыс істеуге жаратқан, әдеттену керек деді.